Аружанға полициядан телефон соғып, Закирдің ұсталғаны туралы хабарлады. Астана қаласында бір ломбардқа алтындарын өткізу кезінде қолға түсіпті. Бар кінәсін мойындапты. Жақында Алматыға әкелінеді екен. Аружан не деп қуанарын да білмей, қайта қорқып кетті. Алтынмен кеткен $10,000 қаражаттың қалай, кімнен сұрарын да білмеді. Жұмысына келіп отырғанда еден жуушы Зоя Аружанды оңашаға шығарып, екі бейтаныс жігіт сіздің кабинетіңіздің кілтін алып, ашып кіріп, біршама уақыттан соң кетіп қалды. Абай болыңыз, деп айтқанда түк түсінбеді де, ол туралы бастық біледі ме? Деп сұрады. Иә біледі, маған кілтті бер деп айтқан бастық қой, деген соң бастыққа кіріп, ол туралы сұрап еді. Алаңдамай қойыңыз. Интернетті жаңалап жүргізетін жігіттер ғой, деді бастық. Сіз неге менің рұқсатымсыз кілтті бергізесіз? Что вы себе позволяете? Я это просто так не оставлю, деп Аружан өзінен әлде қайда жас бастығына біраз қоқанлоқы жасады. Сонда қалай, мен бас дәрігер бола тұра, бір есікті ашу үшін сізден рұқсат сұрауым керек пе? Деп таң қалған жас бастықтың аса тәжірибесіздігін пайдаланып Аружан. Біріншіден, бұл сізге қайдағы бір есік емес, аса құпиялы мәліметтер сақталатын сейфі мен түрлі медикаменттері бар кабинет. Екіншіден, сіз маған ескертіп немесе мені шақыртсаңыз, өзім келіп ашып берген болар едім. Бұл сіздің жеке меншік мекемеңіз емес шығар? В конце концов, деп айтты да, ну теперь ждите, что сверху скажет, деп Аружан кабинеттен керіле басып шығып кетті. Жолда кездескен Зоя зуылдақ Аружанны не болды деп алыстан ымдап сұрады. Ол кабинетті меңзеген соң, сәлден кейін келіп кіріп біліп кетті. Алайда олар сол сәтте бас дәрігер кабинетінде осының бәрін видеокамерадан көріп, бақылап отырған білмеді. Айжан жұмысынан ауырып, дәрігерге көрініп жүргеніне байланысты деп сұранып демалыс алды. Әр нәрсені бір ойлағаннан кейде басының дұрыс істемей қалатынды сезіп жүр. Сондықтан невролог дәрігерге көрінбекші болды. Өйткені енді аз уақыттан соң жаңа оқу жылы басталады. Мына түріменен мектеп жұмыстарына араласса, өзіне қиындау болатынын сезіп те жүр. Ауруханаға жатпай күндізгі стационардан ем-дом алып, аз күн болса да бойы жеңілдегендей болды. Емдік процедураны толық аяқтап алайын деп күнде ерінсе де амал жоқ, ауруханаға қатынап жүр. Тіпті ойымдаған сондай, көлігінде мінбей көбіне автобуспен келеді. Бүгінде ем-домдарын жасатып, үйіне шаршап келді де, газға су толы шәйнекті қойып болып, отырып ойға кетті. Сол бір жылдары Батырханды қатты жақсы көретін. Оған енді Құдай қаласа қосыламыз деп жүргенде, тағдырдың жолы тайғанақтап шыға келді. Асылбекпен некелескен соң, ары мен намысын ойлап, келген жеріне тастай батып судай сіңуді мақсат тұтты. Әрі көп ұзамай Батырханның басқаға ауып кетіп, үйлене салғанына да ренжіп жүрді. Алайда біршама уақыт өткен соң, оны бекер кінәлап жүргенін де түсінді. Бұл болса да басқаға күйеуге шығып кетті. Ал ол болса, сонда мұны қайғыланып жалғыз жүру керек беді, деп сабырға келген Айжан не болғанда бәріне көніп, сыр алдырмауға тырысты. Құрсағындағы баланың да ай күнін санап жүріп, кімнен екенін сезді. Тіпті күн санап, бала өскен сайын, біліне бастаған белгілерінен де байқап, адам баласына сыр ашып айтпауға тырысты. Егерде Асылбектің өмірі қысқа болмағанда, мұны жасыру мүмкін емес еді. Өйткені баланың өсе келе тайға таңба басқандай кей ұқсастықтарын көргенде, өзі де іштей әртүрлі ойға кететін. Кейін Батырханға қайта кезігіп, ол болса мұны сөйлесуге қанша шақырса да, амалсыз қашқақтап жүрді. Біріншіден, оның отбасы бар. Әңгіме шықса, өзінің мұғалімдік мәртебе абыройын ойлап, алыстан сыйлауға тырысты. Әр баласына бар мейірімін төккен, қиналған қамыққан кездерінде, әкесінен де артық аялап өсірген қайнытасының тірісінде көңіліне қаяу келтірмеге тырысты. Әрі ұлыдай ері жетіп, енді жан-жағына қарайтын шағында жүрегін жаралауға қимады. Осылайша өзінің көкірегіндегі сезім сәулелерімен санаспай, ылғида өзін құрбандыққа шалып келді. Батырхан Аружан екеуі ажырасып, арасындағы қыз баласы өзгеден болып шыққанда да қосыла қайғырып, уайым қылып жүрді.
Енді жалғыз қалып, жапа шеккен Батырханның дұрыс денсаулығы да жоқ екеніне қарамай, үйінде апталап жатып қалатын жайын ойлап, барғанда көрген білгені анандай жағдай болды. Ол үшін оны тіпті аса кінәлап та жүрген жоқ. Басы бос еркекке ойнап күлем десе, еркі өзінде. Әйел іздесе, алыста да емес. Жанармен жақсы сөйлесіп қалған соң, оны да өте кінәламады. Әркімде өзіне жамандық ойламайды. Батырхан мен Жанар бірге жұмыс жасап жүрген соңда, араларында қызметтік роман болуы да мүмкін. Күйеуі қайтқаннан бері қанша жыл өтсе де, Айжан етегін ешкімге былғатқан емес. Той-домалақта көзін салып, қиыла сөз айтатын немесе шипажайда демалған кездерінде секеңдеп билеп жанына айналшықтаған еркектер тіпті өз ортасында жетіп жығылады. Құдайға шүкір, бетінің әлі қайтпаған жаста, алайда ұят деген ұғымды санасына сіңіріп өскен Айжан үшін бәрі қиын, бәрі дұрыс емес сияқты әйтеуір. Мұғалім болып жүріп, арына дақ түсірмей, екінші күйеуге шығып, оңды отбасы болып кетіп жатқандарды да біледі. Ал Айжан үшін оны ойланып көрудің өзі үлкен шаруа сияқты еді. Енді аз уақыттан кейін өтеген өз отбасын құрса арғы жағы не болар белгілі. Немерелерді бағып, күн өткізумен қалғаны таусылмайтын тірлік емес пе? Осылайша өзімен өзі ақылдасып, бір шешімге тоқтаған Айжан барлық точкаларына нүкте қоюды ұйғарды. Тағы да әдетімен терезе алдына келіп, Алатаудың асқақ айбынды келбетіне сүйсіне қарады. Баяу жылжып, көшіп жатқан бұлт арасынан айқын көрініп тұрған ай бүгін аздап күлімсіреп тұрғандай көрінді. Адам баласы болған соң айта береміз. Бәрі Құдайдың қолында деп, іштей дұға оқып, бетін сипаған Айжан әлдеқашан қайнап, шиқылдап тұрған шәйнекті сөндіріп, көңілсіз күйде төсегіне барып қисайды. Құрметті тыңдарман, әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және қайғаладан көріп отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Көп рахмет. Мен ертелеу шыға берейін. Сен номерді тапсырып шығарсың. Айтпақшы, ана оңбаған бастығыңды түстен кейін 5-ке өзім шақырттым, деді Асылхан қонақ үйден шығып бара жатып. Өзі де қолға түспей қиқаңдап жүрген жігіт еді, деді күліп. Депутат ағасы биліктен кеткеннен кейін өзі де дұрыс болмай шетке шығып жүр. Жетесіне жететін әңгімені жеткізіп айттым. Әкелетін сомасының жобасында ескерттім. Сондықтан сол шамаға сенде келіп, әкелгенін алып кетте, бір сенімді жерге қой. Жақында шетелге емделуге кетер болсақ, керегі болады. Бірақ көп айналма, тез келде алып кетіп қал, деп қайыры тапсырып, Асылхан есіктен шыққанда, Аружан оған іштей ренжулі еді. Себебі ол ваннаға кіріп, жуынып жатқан кезде, оның телефонына түскен SMS-тен «Жанчик, ты где? Я соскучилась» дегенді оқып үлгерген еді. Жарайды, ол қаншығың сағына тұрсын. Ал мен мына бұйырғанды алып алайын. Дальше видно будет, деп Аружан төсектен тұрып жиналып, көп ұзамай жұмысына келді. Хатшы қыз хабарласып, сізді бастық іздеп жатыр, кіріп шығыңыз деген соң, ырғала басып, қабылдау бөлмесіне келіп, бастықтың есігін қақпай кірді. Бастығы амандасып болған соң, сіз екеумізді үлкен бастық сағат 5-ке өзіне шақыртты. Егер өткендегі жайға байланысты өкпеліп жүрген болсаңыз, кешірім сұраймын. Мен бұл орында көп отырмайтынды білем, сондықтан еш қызғанышым жоқ. Әрі сізден басқа лайықты адамды көре алмай тұрмын. Мен Астанаға Қазғызиға ауысайын деп жатырмын. Жас болған соң бізге бастық болам деп бос отырған жараспайды екен. Жүгіріп жұмыс жасау керек екен. Осыны ойландым. Сізге сәттілік тілеймін. Бастықты сол себеппен шақырған шығар. Сол жақта кездесеміз ғой, қоштаспаймыз деп, бастығы орыннан тұрып, Аружанды есігіне дейін шығарып салды. Айтылған уақытты әрең өткізіп, бастығының қабылдау бөлмесіне келгенде хатшы қыз: «Сәл күте тұрыңыз, сіздің алдыңызда өзіңіздің бастығыңыз кірген еді», деп күттіріп қойды. Біраздан соң кабинеттен өзінің бастығы шығып, «Сізге кірсін деп жатыр» деп, есікті ашып кіргізгенде, оған назарда салмай ішке кіріп кетті. Көп ұзамай есік қайта ашылып, Асылхан мен Аружан күліп шығып келе жатқанда, қарсы есік ашылып, одан шыққан екі жігіт
ешқайсыларыңыз қозғалмаңыз, орындарыңызда қалыңыздар, деп бұйырғанда Аружан сөмкесіндегі ораулы дүниені қайда тығарын білмей, құшағына қыса берді. Сәлден соң Асылхан Зұлпықарұлы мен Аружанды арнайы топ жігіттері қолдарына кісен салып алып кетті. Иә, сонымен өткендегі Аружанның өзі жоқта кабинетіне жігіттердің кіруі бекер емес екені белгілі болды. Олар сол жолы жиналған деректерді алып кетуге келген екен, ал бақылау құрылғысының құрылғанына біраз болыпты. Оны Аружан өзіне тағылған айыптардан біліп отыр. Ең масқарасы, сеніп жүрген серкесі Асылхан Зұлпықарұлы тергеуге берген жауаптарында бұл әйел маған көптен бері шантаж жасап, менен ақша бопсалап жүр деп айтып, қиғылық салып жатыр. ДНК нәтижесінде бұрмалатып сатып алып, біреудің баласын менікі қылып көрсетіп, алимент есебінен көп қаражат талап етті. Телеарналарға шығам деді. Мен жұртқа жария болмас үшін әріптесінен 10 миллион теңге қарызға сұраған едім. Оны естіп білген дұшпандарым жағдайдың өңін өзгертіп жіберіп, мені әдейі ұстатып отыр. Бұл жалпы әдейі ұйымдастырған нәрсе. Әйелден құтылу үшін кабинетке шақырып, бар қаражатты бердім. Әйтпесе осыншама ақшаны дұрыс танымайтын әйелдің қолына бере салмайым ғой, деп жала жауып, қара басын қорғаштап, тіпті Аружанды танымайтындай түлкі бұланға салуда. Мұны естігенде Аружан тергеу үстінде қан қысымы көтеріліп, ессіз құлады. Қазір ауруханада реанимация бөлімінде жатыр. Ауызы қисайып, түрі бұзылып кетіп еді. Енді кішкене жобаға келе жатыр дейді. Мұны естіген Батырхан жынданып, Асылханға телефон шалып, ашумен артық әңгіме айтқанында жазып алған Асылхан, мынау күйеуінің даусы, мені өлтірем тауып алам деп қорқытуда. Бұлар күйеу екеуі сыбайластар, маған әдейі жасап отыр деп, басын ала қашып, жалтарып жатыр. Сол Асылханның берген деректеріне сәйкес, қазір айаруға берілген ДНК қорытындысы қайта тексеріліп жатыр. Егер ол анықтаманың бұрмаланып, өтірік жасалған рас болса, айқай арыға ұласып, біраз адамдардың басы шатылатын түрі бар. Сонымен бірге, бұрында бақылауда жүрген, үстінен неше түрлі арыз шағымдар жазылып келген Асылхан Зұлпықарұлының үстінен тағы басқа қылмыстық істері тіркеліп тексерілуде. Өз қызметін асыра пайдаланып, аса ірі көлемде пара алу және пара беруге мәжбүрлеу, ағайын таныстықпен қызметке қою және жоғарылату, тіпті қарамағындағы елдермен жұмысқа жаңадан келген қыз-келіншектердің намысын қорлап, арсыздыққа итермелеу фактілері де тіркеліп, іс қозғалып жатыр. Әзірше Асылханның барлық үй мүлкіне, қымбат көліктеріне арест қойылып, және өзінен қаладан рұқсатсыз ешқайда шықпау талап етіліп, қолхат алынғаны белгілі болды. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші. Бұлайша қазбалана берсе, талай адамның аты аталып, қызметтерінен кететін түрі бар. Аружанның ауруханаға түскенінен айару арқылы хабардар болған Айжан, оның телефондағы жылап тұрған дауысын естіп, шыдамай Батырханға хабарласты да, жедел көлігіне мініп, айаруға келіп, жанында болды. Әншейінде анасымен ұрысып жүретін бейшара қыздың анасын айтып жылағанда, қосыла жылаған Айжан шыдамай, аяруды алып, ауруханаға келді. Жансақтау бөлімінде ауыр халде жатқан Аружанға кіру мүмкін болмай, екеуі коридорда көп отырды. Біраздан соң Батырхан мен Аружанның ағасы келіп, емдеуші дәрігерге жолығып, науқастың жағдайын білді. Дәрігер дәл қазір ештеме айта алмайтынын, науқастың бір жақ аяқ қолы дұрыс істемей тұрғаны, әлі палатаға шығарылмайтыны туралы айтып болып жұмысына кетті. Мұны естіп жылаған аяруға қосылып, Айжанды жылап жіберді. Батырхан білгір, атақты топ дәрігерлерге хабарласып, өтініш айтқанымен, олар мынандай жағдайда еш көмектесе алмайтындықтарын айтыпты. Кеше ғана аузын айға билеп, көп адаммен сөйлеспей, көкірегі аспандап жүрген Аружан бүгіндері өз қолымен тамағында іше алмай пұшайман болуда. Басқан айтпағанда қалада бір келіншектердің қолында бірге тұратын жалғыз ұлының өзі Аружанның мүшкіл халын көріп, анасын бағып қағуды мойнына ала алмады. Өздерінің жұмыста екенін, 2 бөлмелі квартираға науқасты бағуға сыйдыра алмайтындарын сылтауратып айтып тайқып шықты. Айару ғана анасының қасынан күндіз түні шықпай,
бар қолынан келген жасауда. Анасының шашын тарау мен киімдерін ауыстыру, сүртіп алу мен тазалаудың өзі бір адамды шаршататын тірлік екені рас. Алайда анасы үшін амалы жоқ болып, Құдайдан күнде сауығып кетуін тілеп жүрген осындай жалғыз қыз бергеніне тәуба деп жылауға да дұрысы әлі жоқ. Аружанның қазіргі жағдайы осы. Дәрігерлердің кеңесімен Батырхан 10 күннен соң Аружанды ауруханадан үйіне алып шыққан еді. Әзірге Айару мен Айжан кезектесіп қарап жатыр. Қалада тұратын туған жалғыз ағасы мен жалғыз сіңілісі тек жағдайын біліп келіп кетумен ғана шектелуде. Иә, тағдырдың тартуын күтудің керек жоқ. Алла бейнет берейін десе, табан астында береді. Аружан Айжанды кезінде көрмей білмей жатып ақ, түрлі сансаққа жүгіртіп әңгіме қылатын еді. Енді сол Айжанның қолынан қасықпен берген тамағына тәуелді болып жатқанын көргенде, адамның жаны ашып, жауыңа да мынадай жағдайды тілегін келмейді. Асылхан Зұлпықарұлының бар үйлері мен автомашиналары, дүние мүліктері тәркіленіп, қосымша мемлекет бюджетіне келтірген залалын толық қайтаратын болып, тағы басқа сот талаптарын орындап, ешқайда кетпейтіні туралы қолхат қағаз арқылы үй қамаққа үйіне шығартылды. Бас аяғы бір айдың ішінде бар қылмысы толық түгелденіп, айқын болған соң, Асылхан Зұлпықарұлы сот шешіміне сәйкес біраз жылдарды арқалап кете барды. Онымен бірге көп лауазымды адамдар бірге жазаланып, қызметтерінен босады. Бір қиналған сәтінде Аружан ымдап Айжанды өзіне шақырды. Үйде Айару өзінің бөлмесінде компьютерде жұмыс жасап отырған еді. Әлсіз даусымен ақырын бөліп, сөздерін сыбырлағандай әрең жеткізген Аружан: «Айжан, сен мені екі дүниеде де кешір. Сен туралы басқа ойда болыппын. Айтайын дегенім, мен өзімнің жағдайымды сезіп, Құдайдың мені азапқа салмай, тезірек алғанын тілеп жатырмын. Ақыл есім барда, саған Айаруды тапсырайын деп едім. Сені олды жақсы көретін сезем. Қызымды бауырыңа бас, басқаға жаутаңдатып жылатпашы. Өзінің қолы өз аузына жетіп кетуіне дейін көмектессең, өсіп қалды ғой, жолын тауып кетеді ғой. Мен Батырханның ақ адал ниетінің кепетіне ұшыраған жанмын. Байлыққа қызығып, оны баласынан айырдым ба деп қорқам. ДНК нәтижесі шықпастан бұрын, алдын ала мен бас дәрігеріне біраз қаражат беріп, нәтижесін өзіме керекті қылып, өзгертіп беруін сұрадым. Алайда қолыма берген нәтижесі нақты ма, әлде өзгертілген бе, анығын әлі білмейм. Осыны өзің Батырханға айтып көр. Егер қаласа тағы бір тексеруден өткізсін. Айаруға обал жасадым ба деп өзімді іштей жеп жатырмын», деп Аружан ары сөйлеуге шамасы келмей талықсып кетті. Айжан жалма-жан Аружанның қолдарын жанына қарай созып, денесіне массаж жасай бастады. Сәл өзіне келген соң дәрісін беріп, жамылғысын жауып тыныштандырып қойды. «Ару, сен ойымда берме, әлі жазылып кетесің. Батырхан сені жақсы көреді. Әлі талай тойға барасыңдар», деп алдандырғанымен Аружан жұбана қоймады. «Батырдың жақсы жігіт екен білем. Егер мен кетсем, сен Батырханға қосыл, ренішім жоқ. Айарудың сенің ұлыңмен сөйлесіп, ұнататынды білем. Білмейм ғой, бәрі Құдайдың қолында», деп Аружан тағы ынтығып жөтеліп қалды. Айару өтегенмен бір сөйлескенде жасырмай, екеуінің ағалы қарындас болып шығуы да мүмкін екенін айтқан еді. Алайда өтегенде көп созбай: «Иә, анам бір сөзінде айтқан еді. Мен ары тыңдамай, бәрібір мен атамның баласы болып қалатынды айтқанмын», деп өтеген қысқа қайырды. Сол әңгіме одан соң қайталанбас еді. Алайда ДНК нәтижесі шыққаннан бері өтегенге енді не деп айтуды білмей жүр. Өзі айтып, өзі сүйінші сұрағандай болам ба деп ұялып та жүр. Алайда өтеген өзің бірдеме сұрамасаң, өздігінен әңгіме айтатын адам емес екені белгілі. Батырханның мұнымен неге жұмысы болмай кеткенінен толық хабардар Жанар оңашада жылағаннан көзі ісіп кеткен көрген Гүлия жеңгесі: «Жанка, мен сенің жағдайыңды толық түсінем. Еш нәрсе нақты айта алмайм. Дәл қазір олардың да жағдайын түсінуге болады», деп әңгімесін бастағаннан ақ Жанар жыламсырай бастады. «Жеңеше, менің ақ жолым болмай қойды. Неге осылай жолым ауыр болған білмейм.
бір адамды шын ұнатып, енді жақсы өмір бастайым дегенімде, міне, жағдай осылай болып тұр, деп шын шағынып отырғанын көрген Гуля жеңгесі, сен маған шыныңды айт. Батырханмен кездесіп жүргеніңе 3-4 ай уақыт болды. Аяғың ауыр емес пе? Деп сұрады. Жоқ жеңеше, көтере алмай жүрмін. Осы туралы бір күні Батырханға да айтып едім. Себебі бала көтергеніме ол да қарсы еместігін айтқан еді. Бірақ маған Батырханның айтқаны, ол кезінде Аружан екеуінің ортақ баласы болмай жүргенде білгір дәрігерлерге тексеріліпті. Нәтижесінде дәрігерлер оның ұрығының С2 топқа жататынын, ол кез келген әйелмен жұғысты бола алмайтынын, тек сәйкес келетін топтағы әйел ғана көтеретінін айтыпты. Дегенде Гуля жеңгесі жағасын ұстап, о тоба, естімеген елде көптеген, қаншама қатын болып бала туып жүрсем де, мұнандай жағдайды бірінші естуім, біздер жатсақ туа беретін едік, деп күлді. Жеңеше, неге күлесің? Жұрт жылап отырса бұл күлет, деп ұртиған Жанарға, иә, Жанка, ренжіме, бұйырса көтерерсің. Доғдырлар да айта берет, деп жұбатқан жеңгесінің алдында, соңғы кезде байқағаным, Батырхан менмен төсекте болудан да сылтауратып, қашқақтап жүр. Енді не істеймін жеңеше? Деп Жанар егіл-тегіл жылады. Сәлден соң Жанар орнынан тұрып, беті қолын жуып келіп, шайға отырды да, жақында елге барып келем. Себебі туған әпкем Анардың жылдық садағасын береді. Артына үйел-мелі сүйембелі 4 қызымен кішкене ұлын тастап, арманда кеткен әпкем Анар 38-де ғана еді. Маған анамнан бетер жаны ашитын еді. Сен қыз отырып қалдың ау деп, ауырып жатқанды барған кезімде киіндіріп, алтын бұйымдарын, бұларды сен таға бер, маған енді керек болмайтын біліп жатырмын, деп еді, деп жылады. Жездемде алтын жігіт, совхоздың бас бухгалтері болып жасаса да, бізді күшті еркелететін. Қазір енді амалы жоқ, бала шағасына өзі қарап отыр. Бірде барсам, жездем үйінде тоқ пешке нан пісіріп отыр екен. Мен мазақ қылып күліп едім. Жездем әңгімесін айтып, баяғыда менің басымдағы сияқты жағдайдағы бір батыр айтқан екен. Сыртқа шықсам батырмын, үйге келсем қатынмын. Әйелім ауру, балалар жас, тары түйіп жатырмын, депті, деп күлген еді жездем. Иә, адам баласының басына салса, көнбей қайда барады, деп Гуля жеңгесі де өз жайын айтып кетті. Мен де сенің ағаңды әлі күнге түсімде көріп, кәдімгідей сөйлесіп жүрем. Басқа пайдасы болмаса да, үйде қарайып жүргеннің өзі дәтке демеу, көңілге қуат еді, деп жеңгесі де көзін бір сығып алды. Жанар басын көтеріп, әлденені ойланып отырды да, осы барғанынан кейін көп ойланбай түрлі сұрақтарға нүкте қоям, деді. Иә, Жанка, не болса да асықпай ойланып шешерсің. Мен қашанда саған тілекшімін, деп Гуля жеңгесі орнынан тұрды. Ал Батырхан Айжаннан шет жағасын естіген соң, Аружаннан бәрін нақтылап сұрап алып, ДНК нәтижесін бергізген бас дәрігермен жеке кездесіп нақты сұрады. Жан-жақтағы болған жағдайды біліп отырсыз. Осы кезде атыңызды айтып, шу шығарсам, ол сізге жақсы абырой бермес екенін, жайлы кресломен қош айтысатыныңыз белгілі болып тұр. Сонда маған не істе дейсің? Жағдайды толық түсініп тұрмын, деп бірден сыр берген бас дәрігерге қарап, Батырхан батыл сөйледі. Біріншіден, Аружанның еміне осы кезде қанша қаражат кетіп жатқанды жобасын білесіз. Сондықтан алған қаражатты толық қайтарасыз. Нәтиженің қалай болып шығатынына қарамай, алдын ала ақша алғаныңыздың өзі бір басыңызға жетерлік қылмыс екен біліп отырсыз. Екінші, өз есебіңізден тез арада тағы нақты ДНК жасатып бересіз, деп еді. Бас дәрігер сөзге келместен, хорошо, сонда нәтижесін сізге лайықтап жасаймыз ба? Деп сұрағанда Батырхан күліп, сіз немене, мойныңызға екінші қылмысты алғыңыз келіп отыр ма? Деп еді. Бас дәрігер беті бүлк етпестен, енді кто деньги платит, тот и музыку заказывает дегенім ғой, бәке, деп жылмыңдады. Жоқ, маған ДНК-ның таза нәтижесі керек, ешқандай бұрмалау болмасын, деген Батырханға бас дәрігер, жақсы, енді бір мәселе. Асылхан Зұлпықаровичтен повторно анализ кровиді қалайламыз?
деп сұрап қалды. Это уже ваши проблемы, деді Батырхан қатуланып. Сосын әлгі алған ақшаны санын айтпай қойайын. Өзіңіз біліп тұрсыз. Без мұхлеп қой. Ертең кешке де маған жеткізіп бересіз, деген Батырхан қарап бас дәрігер. Бәке, менің қазір қандай жағдайда тұрғанымды біліп, сіз керемет пайдаланып тұрсыз. Жоқ деуге амалым жоқ деп, артынша кабинеттен тыс жерде тұрсақ та қолыңызды алып қоштаспаймын. Құрып кетсін. Камера дегенің бары қиын болып кетті ғой, деп қоштасты. Иә, әзір қол алысатын жағдайда емеспіз. Оны сіздің ісіңізге қарап көре жатармыз, деп екеуі кездескен кафеден Батырхан білдірмей шығып кетті. Ертесіне белгісіз бір жігіт уәделескен уақыттан 1 сағат бұрын айтылған соманы жеткізіп беріп кетті. Құдай қаласа Өтеген ертең келеді дегенді естіген Айару қатты толқыды. Қуанышы мен қорғынышы қатар үндескен бұл сезімде тазалық пен үңкәрлікке толы түсініктер жатыр еді. Айжан осы хабарды Айаруға айтқан сәттегі оның өн бойындағы кезекпен алмасқан сезімдерді байқады. Сонау бір кездегі өзінің Динарамен бірге Батырханның өскен қаласы, Байқоңырға алғаш барғаны, мамасымен алғаш таныстырған кезі, бәрі көз алдынан зырылдап өтіп жатты. Неге екенін қайдам? Айжан Айарудың бойынан өзіне тән қасиеттерді көреді, жақсы көреді, тіпті оның мінезіндегі кемшіліктерге көзін жұмып қарайды. Өзінің құрсағынан шыққаннан бетер шексіз жақсы көруінің себебін біреу сұраса да айтып бере алмас еді. Тіпті өзінің туған баласы Өтегенге де олай еміренген емес. Әлде ол тұңғыш ұл болған соң, атасының бауырында өскен соң ба, сыйластықтары жарасып тұрса да, сырласу, амандасу мен жағдай білісуден арыға бармайды. Көбінесе кінәні Өтегеннің атасының еркесі болып өскендігінен көреді. Оның арасында ой анашым қойыңшы деп қайтарып тастаған кездерінде көпке дейін өкпелеп сөйлеспейді жүретін еді. Ал Айарудың жөні тіпті басқа. Апай бұлай емес пе? Деп майысып сұрап тұрғанына неге екені белгісіз, шайға салған қанттай еріп кете береді. Әлде қыз бала осыншалықты жүрекке жақын болады ма? Негізі солай-ау. Осыны оңашада ойланғанда Айжан кезінде Асылбектен қыз туып үлгермегеніме қазірде өкініп кетеді. Әр нәрсенің сылтау қылып жанына келіп қайталап сұрай бергендігінен Айжан Айарудың сонда бір толқуда екенін сезініп қуанды. Іштей шүкірлік қылды. Алайда Батырханның қайта берген ДНК сараптамасы не дейді екен деген мың сұрақтың жалғыз жауабын тағатыстана күтіп, бәрінің мазасы кетіп жүреді. Өтегеннің маңдайы жарқырап, аэропортта траппен түсіп келе жатқанын алыстан көрген Айжан көз жасына ие бола алмай, өзін әрең ұстап тұрды. Өтеген аға деп алдынан шыққан Айаруды маңдайына сүйгенде, Айжанға ол тіпті есейіп кеткенде көрінді. Баласының анашым менің деген дауысын естіп, құлақтары шуылдап, жүрегі атойлап кеткен Айжанды қарап, анашым, сізге не болды? Деп сұраған Айаруда не істерін білмей қалды. Әншейінде Айжан апай деп атайтын Айару Өтегенге еріп айтты ма, не болғанда жүрегін жарып шыққандай, осы сөзді дәл сол сәтте басқаша айту мүмкін емес еді. Сасып қалған Айару, ой апай, кешіріңізші, не деп айттым, ұят болған жоқ па дегенде, Айжан Өтегеннің құшағында тұрған оны да бетінен сүйіп, жоқ, еш оғаштығы жоқ, қайта маған ұнайды деп, Айжан балаларының қасында аса бақытты күйде тұр еді. Айта бер алтыным, мүмкін Алла аузына салып тұрған шығар, деп Айаруды тағы құшақтады. Өтегенді аэропорттан күтіп алуға Айарудың да барғысы келіп тұрғанын түсінген Батырхан Гулияға жағдай айтып, Аружанның қасында бола тұрш деп қалдырып, менен Өтешке сәлем айтыңдар. Гулияның мұнда отырғызғаннан кейін ана жақта жұмыстар бақылаусыз қалды. Мен сонда бара берейін. Кешке кездесеміз бе, Айжан, деп күлді. Әлденені ойланып тұрған Айжан алғашында түсінбей қалып, неге кездесеміз, қалай, қай жерде, деп сұралдырып алды. Айеке, енді балаң алыс жолдан келгенде сақтағаныңнан сарқыт жеп, амандасып шығуымыз керек шығар, деп еді. Енді ғана түсінген Айжан, иә, шай жасап қоям ғой, келіңіздер, дұрыс келгендеріңіз, деп ұялып қалған білдіріп алды. Батырхан болса күліп, жұмыс жағына кетті. Алғашында Гулияны жақтырмай қараған Аружан, бірте-бірте Гулияның да жаман адам еместігін байқап,
артынша екеуі жақсы әңгімелесіп кетті. Гулия оған қайтыс болған күйеуі мен балалар жайында әңгімелеп, өзінің басынан өткен қиындықтарын әңгімелеп берді. Өткендегідей емес, емін тауып дәрілерін ішіп, жаттығуларын жасап жүрген соң, жақсы болып келе жатырған Аружанға Гулия қарым-қатынасы ұнап қалған еді. Сөз арасында Аружан: «Гулияға ешқандай ақы төлемейсің. Менің үйімде маған қарасып тұра бер. Екеуміз дос болайық. Алла сәтін салып, аяғыма мініп кетсем, рахметімді өмір бойы айтып жүрем» деп жабысты. «Аяруым, маған әлі кішкентай көрінгенмен, ол қазір шынымен бар ауыртпалықты көтеріп жүр. Тек қиналып жүргенін ешкімге көрсеткісі келмейді. Сондықтан менің жаныма сен келсеш, жаныма өзің сияқты ересек әйел адам болса деп жүрмін. Соны ойланып көр. Келісім шартты нотариус арқылы жасаймыз. Сен уайымдама. Түсінем ғой, мәселе мені бағып күтсең, Аярудың жағдайына қарасаң болды бізге. Осы қызыма ақылыңды айтып, адаспауына басшы болсаң болды. Мені қайда кетер дейсің? Осы жатқаным жатқан ғой енді. Енді сауығып кетуім Құдайдың қолында ғой. Тіпті сенің қолыңда өліп кететін болсам да разымын. Мен саған қаладағы бірінші Алматы жақта тұруға жарайтын 2 бөлмесі бар квартирамды саған аманаттап сыйға беріп кетем» деп айтқан соңда, Гулия ойланып бұл ұсынысқа теріс қарамады. 2-3 күнде осында көшіп келетін болып уәделесіп те қойды. Қасындағы екінші жастау келіншек, аты Жанар сияқты еді. «Қазір қайда жүр?» деп Аружан сұрағанда, «Жақында елге барып келем» деп кеткен ол қыз. Содан әпкесінің жылдық садақасын өткізіп алған соң, ағайындары жан-жағын айтып, Жанардың сол жездесіне қосыпты. Өзі де жек көрмейтін еді. Сол жездесіне күйеуге шықты. Гулия Аружанға қарап, «Түсіндің бе?» деп ымдады. Аружан болса, «Иә» деп қолын көкірегіне қойды. Қазір жездесімен жаман тұрмайды. Жақында көтеріп кеттім, аяғым ауыр деп айтты. Дайым пісіп келген екенмін. Алғашқы төсектерден ақ бұл жете қалдым-ау деп күліп, «Күйеуімнің жүрегі жарылардай қуанып жүр» деп мәз болып хабарласқан, деді. Әсіресе оның ол үйге барғаны жетімдік дәмін сезіп, жабырқап қалған балаларына жақсы болып қалыпты. Қанша дегенмен бұрыннан білетін өздерінің тәтелері ғой, деп Аружанға әр сөзін нақты мимикамен жеткізіп айтып жатты. Олай болса дұрыс болған екен. Мен оны бұрын күйеуге шығып ажырасқан келіншек пе деп жүрсем, отырып қалған екен ғой. Олай болса дұрыс болған екен, деген Аружан кішкене шаршап қалдым деп ымдап төсегіне қисайды. Тағы да жүрегі сыр берді-ау. Көзінің аларып бара жатқанын байқаған Гулия қорқып кетіп, «Сізге не болды? Дәрігер шақырайын ба?» деп сұрап еді. Аружан керек жоқ дегендей басын шайқады. Ал балаларды ертіп, Айжан мәз болып үйіне келгенде, сәлден соң Гулия телефонмен хабарласып, Аружанның мазасы кетіп, төсегінде біртүрлі болып қиналып жатырғанын айтты. Батырханға да хабарластым. Ол келе жатыр деген соң, Айжан жанына Аяруды алып, жедел көлікке отыра беріп еді. Өтеген келіп, «Анашым, мен үйде жалғыз қалып не істеймін? Барып Аярудың анасымен амандасайын» деген соң, бәрі бірге келді. Бұлар келгенде Батырхан Аружанның басында отыр екен. Әлсіз ғана көзін ашып жатқан Аружан жанына жүгіре басып келіп, «Анашым, сізге не болды? Дәрігер шақырдыңыздар ма?» деп жыламсырады. «Жоқ, маған енді дәрігердің керегі жоқ. Жай демалып жатырмын жаным», деп Аярудың саусақтарын сипаған Аружан Өтегенге қарап, «Аман бол, айналайын. Сен бе? Айжанның баласы? Бақытты бол. Үлкен азамат бол, айналайын», деп аяқ астынан Аружан үлкен апаларша сөйлеп жатты. Батырхан, «Менің бас жағыма тағы бір жастық қойып биіктетші», дегізген сөзі бұл жолы тіпті анық шықты. Аяқ астынан тілі шешіліп кеткенде сөйлегеніне қуанарын, не басқасын білмеген Айару мен Айжан бір-бірлеріне қарап қалды. «Батыр, сенің әлгі қайта жасатып жатырған ДНК-ның нәтижесін қашан айтады? Соны білгім келіп жатыр», деп сұрағанда, Батырхан үндей қоймады да, сәлден соң, «Нәтижесін кеше берді. Қуанатын ештемесі жоқ. Сол баяғы нәтижені тағы да көрсетіп тұр. Қағазға түсіріп, қуаттап берді», деп анықтаманы Аружанның төсегінің жиегіне қойды. Ешқандай сөзге келмеген Аружан үндемей булығып біраз жатты да, «Мені кешіріңдерші,
Бәріне мен кінәлімін, деп жыламсырап айтуға әрең шамасы келді де, жөтеліп артынан лоқси бастады. Балаларды дереу ана бөлмеге жіберген Батырхан тыныштандыруға тырысқанымен, Аружан аузын толтырып қан түкірді де, сәлден соң күлімсіреп жатып, үзіліп кете берді. Иә, өмір өз деген жасайды. Жазмыштың бұйрығымен пешенеңе о баста не жазылса, сол бұйырыстан алысқа кетпейсің. Батырхандай алтын азаматтың басын қанша төмендетсе де, Аружан одан өтіп кете қойған жоқ. Бәрібір өмірінің соңғы сәтінде сол Батырханның қолында тұрып, күлімсіреп, бақилыққа жол тартты. Тағдыры қанша тәлкекке түссе де, Батырхан үндемей ешкімге шағынбай көтере білді, төзе білді. Өзіне қаншама өктемшілік жасаса да, Батырхан соңғы сәтте Аружанды өлімге қимай жылап тұрды. Ішінен күбірлеп, білетін дұғасын оқып, ақырғы сапарына арулап аттандырған Батырхан осы бір қиюы кетіп, қайта құраспаған қасіретке өзінде кінәлі санап, Құдайына кешірім сұрады. Осындай аса азаланған, жаны жазықсыз жазаланған кезінде көз алдына елестеп, жанына жақын келетін, маңдайынан сипап, жауырынан қағатын анасының әруағы құлағына сыбырлап, сабыр қыл балам, сенің арың таза деп тұрғандай болды. Жаназасын шығарып, жерлеу рәсімінен кейін барлығы тарай бастағанда, Батырхан қабір басында қалып, Аружанның артық тірлігі мен ағат сөздері болса, тағы да кешірім сұрады. Ақылы өзіне жететін алтында келіншек едің. Алланың өзі адастырып қойған соң амалым бар ма? Деген сөздерін өзінен алыста отырмаған Аярумен Айжан толық естіп отырды. Көп ұзамай Аружанның ұлы жандағы әйелімен Аружанның 3 бөлмелі үйіне ауысып алды. Әйелінің 2 бөлмелі пәтері оның өзінің ұлына қалдырылды. Айару мектепті алтын медаль мен үздік аттестатқа бітіріп, қаладағы көрнекті оқу орнына емтихансыз қабылданды. Әрі сабағыма жақын деген сылтаумен Аружанның 2 бөлмесін иемденіп, жанына Гүлия тәтесін шақырып, бірге тұрып жатыр. Өтегенде оқуының соңғы курсында жүр. Арасында қол босаған кезде Батырханның жанына барып, жұмысына бас көз болып жүр. Әсіресе еркек бала болған соң ба, машина жөндейтін цех пен бокстардан шықпайды. Алғыр бала екенін дәлелдей білген Өтеген өзіне тиесілі жұмыстарды тиянақты атқара білген соң, Батырхан оған кәміл сеніп, жұмыстың осы саласын Өтегенге беріп қойған. Әзірше алғаусыз жұмысы жүйелі атқарылуда. Иә, осылайша өмір өзінің жарасымды жалғастығын тапқан сияқты болды. Таң ағарып атып, күн қызарып батып жатыр. Тіршілік тоқтар емес. Аружанның жылдық садақасын қаланың кең тойханасында атқарған кезде халық көп жиналды. Ағайын тумалар, құда жекжат, дос жарандар келіп, әруағына бас иіп, Құранға ортақтасты. Осы жиынды өзі бас болып өткізген Батырханға Аяруға келген көпшілік ендігі жерде жаманшылық көрмеулеріне, жақсылықпен тойда кездесуді тілеп, ниеттерін білдіріп жатты. Мойнынан жүк түскенде болып, демалып отырған Батырханға Гүлия келіп, аяғыңызда тұрып, шаршаған шығарсыз. Оңаша шеткі столға шай дайындатып жатырмын. Келіп шай ішіңіз деп шақырғанда ғана Батырхан қатты шаршаған сезді. Рахмет Гүлбаршын, шынымен шаршаппын. Құдайға шүкір, бөтен еш нәрсесі білінбей, тамағы да тәтті болып, аман есен атқарылды деп жатыр. Иншаллах, арты жақсы болар, деп Батырхан жеңіл күрсінді. Гүлия Айжан мен Өтегендерде қайтып кетті ме? деп Батырхан сұрағанда, Гүлия күліп, жоқ, сол шайды Айжан дайындап жатыр, өтеш болса көлігімен ананы апару, мынаны әкелумен әлі шапқылап жүр ғой, осы жерде, деді де, Гүлия бөлек стол үстіндегі келгендердің берген қалта дорбаларын реттестіріп жинастыра бастады. Иә, бүгін сенбі, күн жарқырап, аспан ашық тұр. Асқаралы Алатау көкірегін керіп, алаңсыз жатыр. Барлық уайым қайғыдан арылып, көңіл жайланғандай болып тұр шамасы. Шай столына келген Батырханға барлығы төрге шығыңыз деп, ығысып, орын беріп жатты. Ал ол болса, жоғары отыра беріңіздер. Біздің өз дастарханымыз ғой, қайта сіздер еркін жайғасып отырыңыздар. Шаршаған шығарсыздар, шай ішіңіздер, деп көпшілікке рахметін айтты да, маған енді мына шай құйып отырған Айжанның жанынан артық жер жоқ.
қарсы болмаса қасына отырайын, деді. Айжан алғашында ұялып қалса да, иә, келіңіз отырыңыз. Сіз сияқты қазақы дәстүрмен жарын сыйлап, жылдық садақасын жақсы өткізген азаматқа неге рұқсат демеске, қалаған жеріңізге отырыңыз, дегенде отырғандардың бәрі риза болды. Тіпті Аярумен қатар отырған Өтеген де разы болып қоштап жатты. Айжан кешкілік үй шаруасын жасап жүргенде көшеге шыққысы келіп, қамдасып жатырған Өтегенге: балам, Аяру екеулерің көшеде көп қыдыра бермеңдер, абайлап жүріңдерші, деді. Жарайды анашым, айтуыңыз дұрыс. Ал енді әкем екеулеріңіз қашан қосылмақшысыздар, соны айтыңызшы, деп күлді. Әкем дейсің бе? Сәл кідіріп, айналайын ақылдым, бізден бұрын сендер Аяру екеулерің қосылғыларың келмей ме? Деп сұрады. Жоқ анашым, бәрі жолмен болғаны дұрыс. Алдымен сіздер қосылыңыздар. Сосын біздер Аярудың айтуы бойынша ол 18-ге толған соң қосыламыз, деп Өтеген күлді. Солай ма? Ал Аяру қашан 18-ге толатын еді? Ойбой, оған 2 ағай қалыпты ғой, енді не істейміз? Деп сасқалақтап қалған анасына қарап, қазір, деді де телефонмен сөйлесіп, алло, Айка, иә, қазір келем. Сосын анаммен сөйлестім, әкеме айтарсыз дедім. Қанша дегенмен, мен әкеме олай деп айта алмаймын ғой. Иә, бәрі солай, екеуміз ойласқандай болды жан, деп телефонын қояйын деп жатып, не дейсің? Жарайды қазір, трубканы анашыма берем, деп Өтеген берген трубканы қолына қобалжи алған Айжан, иә, амансың ба айналайын, деп амандасқандарынан соң Аяру: анашым, сізге айтайын дегенім, мені полицияға шақырды. Өткенде анамнан Закир дей ме, сол ұрлап кеткен алтындарының сақталу мерзімі бітіп, енді менің алуыма болады екен. Соған дүйсенбі күні бірге барып алайықшы, деп сізге айтайын деп едім, дегенде: ой, солай да бола ма екен? Жақсы болыпты, жарайды бірге барамыз, деп Айжан шын қуанды. Сосын, анашым, мен білем ғой, ол алтындар жастарға жараспайды, соны сізге берейін, таға беріңіз, дегенде: жоқ, Айка, олай болмайды. Оны анаңның көзі деп сақтап қоямыз. Сенде ертең үлкен боласың ғой, алтыным, деді Айжан. Жарайды, анашым, сіз айтқандай болсын, деп Аяру трубканы қойды. Өтеген: ал енді әкемен сөйлесіңіз, уақыт аз, Аяруды сіздердің жауаптарыңызды күтіп отырған шығар, дегенде: сен қызықсың Өтеш, менімен әлі тап жеңгең сияқты сөйлесесің. Енді мен Батырханға қалай қосылайық деп өзім айтам, деп еді. Сол сәтте телефоны шырылдап көтерді де: алло, Батыр, иә, үйдемін. Аха, қайда барамыз? Қай сауда орталығы? Неге сауда орталығына? Маған сыйлық жасайсыз ба? Олай болса, сөз салатын болсаңыз қалай қарсы болайын? Жарайды, айтпақшы, ұлың сөйлесейін дейді, деп трубканы Өтешке берді. Тұтқаны сенімді ұстаған Өтеген: ассалаумағалейкум, әке, қалайсыз? Арғы жақта тыныштық болып қалды. Алло, енді сізді бұдан былай әке деп айтсам болады ма? Деп сұрағанда Өтегеннің даусында діріл пайда болып, көзі жасаурады. Ал Айжан болса үндемей ағыл-тегіл жылап тұр еді. Айналайын, Өтеш ұлым, әрине рұқсат, әрине, деген Батырханның даусында да діріл бар еді. Әке, сосын анашыма шаруаның шетін айттым. Соны ойласып, шеше бересіздер ғой. Мен Аяруға бүгін концертке барамыз деп уәде беріп едім, деген Өтегенге: рахмет саған ұлым, жарайды, сен бара бер, мен қазір келем, деген соң телефонды өшіріп, анасына қайта берді де: міне, бәрі дұрыс болды, деп анасын бетінен сүйіп, Өтеген үйден шығып кетті. Сәлден соң келген Батырхан есіктен кіргенде Айжан шынын айтса ұялып, бетіне тура қарай алмай тұрды. Жарайды жаным, жылама енді, бәрі дұрыс болады. Қашанғы біздер үшін күн жабырқап, ай жылай береді. Енді міне, күннің күліп, айдың қуанатын кезі келді. Енді сені жанымнан еш тастамаспын, деп Батырхан бүрісіп жылап тұрған Айжанды бауырына басты. Бұл, кеттік, дайынсың ба? Саған салса кіреберісте тұра беретін түріміз бар, деп Батырхан сөйлегенде ғана серпілген Айжан: жарайды, қазір кішкене жөнделіп, жуынып алайын, сен залда отыра тұрш, деп өз бөлмесіне жүгіре басып кіріп кетті.
Ұшар басын ақ қар жапқан алатау әдеттегідей алаңсыз жатыр. Тек жайменен жылжып көшкен бұлттың арасынан көрініп, әлдеқайда асыққан ай бүгін күліп бара жатыр еді. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді жаза етіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.